Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі қош келдіңіздер. Бүгінгі мына Ыбырай Алтынсариннің 180 жылдығына арналған шарамызды Мариям Хакімжанованың ұл ұстазға арнау атты жүрекжарды өлеңімен ашсам. Қайран бабам, көрген жоқпын жүзіңді, 5 жасымнан жаттап өстім жырыңды, 10 жасымда өлең өрдіп тақпақтай, ойламаппын басамын деп ізіңді. Ойламаппын ақын болып өсем деп, ойламаппын жүрескегін есем деп, талқысында тағдырдың көп таландым, өмірде кеткен өкінішке есем көп. Жараланды жастай менің талантым, қатал тағдыр қырқып қойды қанатын. 20 жыл жарық күнді көре алмай, ақырғанда аш өзегім талатын. Сонда маған демеу болған аруағыңа арманымды жалғадым. Қиналғанда, қысылғанда түсіндім, сенің асыл сөздеріңнің салмағын. Жоқ болсаң да қолыңды жайма сұранып, аш болсаң да мұңыңды шақпа жыланып, қайратыңды қара тасқа жанып ап, еңбекке кір, етек жеңді сыбанып. Деген сөзің оқтай тиді жоқтыққа, жеткізді еңбек барлыққа да тоқтыққа. Ұлым қызым бірге ұмтылды өзіммен, ол еңбектің қасиетін ұқтықта. Бүгінгі біздің оқушылар мен көрермендеріміз қош келдіңіздер кітапханаға. Бүгін бізде Мариям Хакімжанованың ұлы ұстазға арнау атты жырынан тыңдадыңыздар. Кешіміздің алдында кешімізді қарай жалғастырайық. 19 ғасырдың екінші жартысында өмір сүрген қазақ халқының ұлы демократы Ыбырай Алтынсарин 1841 жылы Торғай өңірінде дүниеге келген. Ол нағашы атасы Торғай өңіріне белгілі Балқожа бидің тәрбиесінде өседі. Үміт еткен көзімнің нұры балам, жаныңа жәрдем берсін қақта қалам. Атаң мұнда, анаң аман есен, сүйініп сәлем жазды бүгін саған, деп 10 жасар немересі Ыбырайға хат жолдаушы атасы еді. Биыл енді өздеріңізге белгілі Қазақстанның балалар мен жасөспірімдерге арналған балаларды жаңа оқуға, кітап оқуға, білімге шақыру аясында биыл деген балалар жылы, балалар кітап оқу жылы. Және өздеріңізге белгілі 2011 жылдан бастап бір ел бір кітап акциясы аясында бізде әрбір жылы әрбір жазушысының кітаптары насихатталуда. Биылғы жылы тәуелсіздігіміздің 30 жылдығына ұсынған тәуелсіздіктің 30 жылдығы 30 кітап оқимыз акциясы аясында биыл Ыбырай Алтынсариннің да Кел балалар оқулық кітабы ұсынылып отыр. Оқушыларымызды ортаға шақырайық. Ыбырай Алтынсарин, бір Аллаға сиянып, кел балалар оқылық, оқығанды көңілге ықыласпен тоқалалар. Оқысаңыз балалар, шамнан шырақ жағылар, тілегеннің алдынан іздемек табылар. Ыбырай Алтынсарин, бала, бала, бала деп, түнде шошып оянған, түн ұйқысын төртбөліп, түнде безіп таянған, аялы қолда табытқан, қаймақты сүттей қалқытқан, суық болса жүргетіп, қорғасын оқтай балқытқан, айна аласына ас қойып, айдынды көлде шалқытқан, қолын қатты тегізбей, кірлі көлік кегізбей, исін жұпар антытқан. Көріңіз, бақша ағаштары сондайтын Толстой ата мектебінің оқушылары жаздың әдемі бір күнінде таңертең бір төре өзінің баласымен бақша ағашының қасына барып, екеуі де егілген ағаштар мен гүл жапырақтарына көріп жүріп сөйлеседі. Мынау ағаш неге тік-тік, мынау ағаш неге қисық біткен? Оның себебі балам, мына ағаш бағу қалғымен өскен, қисық бұтақтары болса өсіп, ал мына ағаш бағусыз, өз шығу қалғымен өскен. Олай болса, бағу қалғының да көптеген мағынасы бар екен ғой. Бағу қалғының да көптеген мағынасында шек жоқ. Мұнан сен де өзіңе әбірет алсаң болады. Сен де жас ағаштайсың, саған да күтім керек. Мен сенің қате істеріңді түзеп, пайдалы іске үйретсем, сен менің айтқанымды ұғып, орнына келтірсең, сен түзіп кісі болып шығарсың. Ал бағусыз бетпен кетсең, сен де мына ағаш біткен ағаш сияқты қисық өсесің. Ал рахмет балалар. Ыбырай атамыз кім деген сұраққа жауап береміз, жарай ма? Ыбырай кімнің қолында тәрбие алды? А. Ағасының, В. Әкесінің, С. Атасының, Д. Әжесінің. Жауабы. Нұрай, сен жауап бер. Ыбырай Алтынсарин атасының қолында өсті. Жарайсың. Келесі сұрақ.
Ыбырай атасы Балқожа бидің хатшысы ретінде қай жылы тілмаштық қызмет атқарды? Балдәулет, сен айта ғой. Бұл 1857 жылы. Жарайсың, молодец. Өте тамаша тыңдапсыңдар. Ыбырай Торғай облысындағы мектептердің инспекторлық қызметіне қай жылы тағайындалды? Үстем, сен айта ғой. 1864 жылы. Жарайсың. Тұңғыш қазақ балаларына мектеп ашқан кім? Шырын. Ыбырай Алтынсарин. Молодец. Қазақ қыздарына арналған мектеп-интернат жайлы қай жылы ұйымдастырылды? Аделя. 1887 жылы. Жарайсыңдар, молодец. Бүгінгі шара сіздерге ұнады ма? Иә. Жарайсыңдар, көп нәрсе білдіңдер, тағы да біле түсіп, Ыбырай атамыздың кітаптарын көп оқиық, жарай ма? Өлеңдерін жаттайық. Ал енді бүгінгі Даланың дара ұстасы атты әдеби кешіміздің қорытынды сөзін Лев Николай Толстой атындағы орта мектебінің кітапханашысының меңгерушісі Сағымжан Шалдабаеваға сөз кезегін береміз. Баштарыңызға бүгінгі мерекеге қатысып, шараға қатысып, атсалысқандарыңыз үшін көп рахмет айтамын. Бүгінгі мына мәдениет үйінің кітапханашы апайларына сіздерге үлкен рахмет. Осы балаларға Ыбырай атамыздың 180 жылдығына арналған мерейтойына осындай үлкен шара өткізгендеріңізге үлкен алғысымыз бар. Балалар мына осы бүгін Ыбырай атамыздың көптеген өлеңдерін жаттап, және ол кісінің өмірбаянымен жақсы танысып, мына кітаптарды көріп, өздеріңізге мына көрініс көрсетіп, сондай өздерінің жақсы істерімен көрініс көрсеткен үшін балалар сіздерге де рахмет айтады. Әрдайым сіздер ақылды, кітап сүйер адам болып өскендеріңізге тілектеспін. Апайлар сіздердің істеген істеріңізге, бәріңіз іс-шараларыңызға, осы өткізіп жатқан іс-шараларыңызға, өткізіп жатқан осы балалармен жұмыс істеп жатқан істеріңіздің бәріне алғыс айтамыз. Еңбектеріңіз жана берсін. Осындай әдемі оқырмандарыңыз көп болсын деймін.